құрметті біздің оқырмандар, Жетісу облысы, Талдықорған қаласы. Жалпы не үшін журналистер жақсы көрмейді, әсіресе мені, қазір осы репортаждың аяғына дейін сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Құрметті қазақстандықтар, құрметті жетісулықтар, қазір сонау жұма, сенбі, 2 күн сіздермен байланыста болдық. 70 миллиондық жобаның құжаты жоқ деп сіздерге айтқан болатынмын. Енді сол бойынша қазір мына Қазақстан Республикасы бойынша арнайы білесіздер ғой, мемлекеттік аудит бар, мемлекеттік аудит комитеті бар, одан кейін жергілікті жерде департамент бар. Қазір сол департаментке осы құжаттарды көруге соншалықты бізден қашып, сол құжаттарды бермей, осы уақытқа дейін не үшін созды, қандай құжаттар алып кепті, сол созғандағы, уақыт созғандағы дүние, мынау мемлекеттік аудит. Енді сол уақыт созғандағы дүние қаншалықты орынды, орынсыз, не үшін оны жаңағы уақытты созып, босқа қашқалақтап, тиісті құжаттарды бермей, енді қазір осы жерге алып келу керек болған құжатты алып келді ме, алып келсе қандай құжаттарды алып келді. Одан кейін 70 миллионның жаңағы соған тұрарлық құжат бар ма, жоқ па, сіздерді қазір құлағдар етем осы бойынша. Қазір мемлекеттік аудитке кіріп келе жатырмыз. Басшысы саламатсыз ба? Басшысы орында ғой, басшымыз. Айтыңыз. Міне мемлекеттік аудит. Қала бүгінгі суықтау болып тұр. Қазір айтады. Мемлекеттік аудиттің басшысының рұқсатымен телефонды қосып сіздерге түсініктеме беретін боламын әрбір құжатқа. Енді ол бар дүние бар, жоқ нәрсе жоқ қой, өздеріңіз білесіздер. Бірақ біздің мемлекеттік мекеменің қызметкерлері әбден сөйтіп өтірік айтып, қашып, құжаттарды бермей, сөйтіп әбден үйреніп алған негізі. Өйткені халықтың ішінде ешкім кеп оны сұрамайды. Бұл халықтың ақшасы деп ешкім білмейді оны. Білетін адамдардың өзі де бір келіп осыны сұрап, жатудың қажет жоқ деп ойлайды негізі. Сондықтан қазір сіздермен осы мәселені көтеріп осы жерде жауап беретін боламыз. Құрметті қазақстандықтар, құрметті жетісулықтар, бүгін дүйсенбі күні болғандықтан осы жаңалықпен, осы өзіміздің уәжімізбен мемлекет үшін өте маңызды ақпарат деп есептеп, мен облыс басшылығына бүгін осы ақпаратты жеткізуге рұқсат сұрадым, көмекшілеріне деген сияқты. Бірақ та бізге ондай мүмкіндік берілмеді, себебі енді облыс басшылығы басқа маңызды шарамен қолы тимей жатыр екен. Осы ақпаратты жеткізуге мүмкіндік болмады ол кісіге. Бірақ енді осылай бәрібір де ресми айта беруіміз керек, себебі бұл мемлекеттің мүддесі үшін. Бірақ маған соңғы кезде көп не қойып жатыр, жаңағындай тосқауыл болып жатыр. Сен мынаны айтпа, мынаны айтуды қой, доғар, тоқтат деген сияқтышы. Сонда мен кей кезде түсінемін, что біздің жаңа мемлекеттің мүддесін қорғап жатқан күннің өзінде, егер де ол адамдар бәлкім осы үлкен жоғары жақтарға бір қатысы бар болса, қандай деңгейде болса да адамның аузын жабуға негізі мүмкіндік бар, өздеріңіз білесіздер. Қазір маған да түрлі шабуылдар жасалып жатыр. Бәрін сіздерге айтпай қояйын тізіп. Ол біздің жұмысымыздағы бар дүние ғой, былай айтқан кезде. Енді мемлекеттің мүддесі негізі бәріне бірдей қажет болу керек. Мемлекеттің қаражаты, әрбір тиыны біз соған өте үлкен ықтиятпен, жанашылықпен қарауымыз керек деп есептеймін жалпы. Ал енді біз жұмадан бері, өздеріңіз білесіздер, Алакөл ауданына негізі порталға қойылған жаңағы мемлекеттік сатып алу порталына конкурс жарияланған кезде 68 миллион, 70 миллионға жуық, неге біз 70 миллионды іздеп жүрміз, Кейін ол конкурсқа ары қарай құжатын зерттеп қарасақ, енді 58 миллион мен 60 миллионға жуық ақшамен бекітілген екен. Енді қазір жаңағы жұмадан бері қашып жүріп, жаңағы енді құжатты бермей жатыр бізге. Сол неліктен бермей жатыр, соның бәрін зерттей келе біз түсінгеніміз, құжаттар толық емес. Қазір сол жаңағы мекемеге барып, сол құжаттармен танысып, одан кейін жаңағы сіздерге толық ақпарат айтатын боламыз. Фирма ашық тұр екен, да? Ол сізге звондап жатыр ғой деймін. Мен айтып жатырмын да, ана кісі естімейді, сіз танисыз ба деп, сол кісі сізге звондап жатыр ғой деймін. Ең қызық дүниесі жаңағы ТО осындай жеке қатынастарына байланысты жұмыс жасап жатады да.
аяқ астынан Алакөл ауданында жұмыс жасап жүреді да, Кербұлақ ауданына келеді. 3 мотоцикл ала қалады, сатып госзакуппенші. Мемлекеттің тапсырысымен 3 мотоцикл алып қойыпты. Кербұлақта да, Алакөлде де сол бір компания болып тұр ғой сонда. Енді бұл компанияның иесі 22 жастағы жігіт екен. 22 жаста уже осында үлкен жұмыстар жасаса, күшті негізі қазіргі жастар, өте белсенді. 22 жаста осынша ақшаны игеріп жатса, ол қандай ТО болуы мүмкін, қандай сол күні ғана құрыласы уақытта, бірақ қанша тендерларға қатысып сәйтші. Осының артында үлкен бір ағалар тұрған сияқты ғой, қатты бір ақылды кісілер тұрған сияқты. Біздің құзырлы органдардың білімі мен біліктілігі жететін болса, бірақ күнде анықтай салатын дүние. Енді мені аңдып, менің артымда аңдып, маған қалай шара қолданамын деп бастарыңызды ауыртқанша, жаңағындай негізі қалай айтсам екен сіздерге, мемлекеттің ақшасын кім жеп жатыр деп сөйтіп кішкене жұмыс жасаңыздар бола ма, болмай ма деген ой ғой. Енді жалпы 1 минут мені ұмыта тұрып, жаңағы мемлекеттің қаржысын іздесек деген ой ғой. Сосын менімен айналыса беріңіздер, содан кейін тауып алған деген сол ақшанышы. Қазір жаңағы құжаттармен танысып шыққаннан кейін сіздермен бөлісеміз дедік қой. Ендігі кезекте құжаттар өте салғырт жасалған. Біріншіден, екіншіден, жұма мен сенбі күні қашқандағы себебі түсінікті болғандай, себебі жұмыс толыққанды орындалмаған сияқты. Енді қазір мен сіздерге бір қарапайым тілде жеткізе саламын. Мәселе неде болып тұрғанын. Негізі жаңағы келісім шартқа екі компания осы жұмысты бөліп жасаймыз деп бір-бірімен келіседі. Субподряд деп аталады ол. Енді келіскеннен кейін жаңа келісім шартқа қол қояды ғой. Келісім шартты қазан айының 20-сында қояды. Қазан экранға шығарам. Ол кәдімгідей өздерінің келісіп қойған құжаттары, Енді мақұл, олар келісіпті, 20-шы қазанға да қол қойған екен. Ал компания, соны атқарам деген компания 22-ші қазанда құрылады. Сонда 22-ші қазанда құрыла тұрып, 20-шы қазанда қалай келісім шартқа отырады? Яғни жоқ компания қалай бір-бірімен келісім шартқа отырады? Одан кейін ақша аудару мезеті өте тез өткен. Негізі біздің мемлекетті алдай салу үшін 27 минут жеткілікті екен. 27 минут. Оны қазір көрсетем. Бір басшы алатта ұсынады жаңағы жобаны. Міне мен мына жобаны келісіп жатырмын деп біреу ұсынады, жаңағы компания. Мен осы жұмысты атқарам деген компания ұсынады. Қазір экранға көріп тұрасыздар. 20-сы күні, белгілі бір уақытта жаңағы 3-ші қарашаны 10:46-да маған сондай кезде ұсынады. Қазір мен сізге экранға шығарайыншы. Содан кейін жаңағы аударатын мемлекеттік мекеменің басшысы бір жарты сағатқа толмайтын уақытта отыра салады. Ол казначейство, қазынашылық арқылы өтеді ол ақша. 58 миллион өтіп кетеді. Жұмыс шын мәнінде атқарылмаған сыңайлы, бірақ 100% жұмыс басталмай жатып, аяқталу мерзімін жетпей 100% ақша аударылып қояды. Бұл жалпы қалай аяқталады? Содан кейін осыны айтқан мені тура жан-жақтан тырқыраттырып қуып, барынша бәле іздеп, менің бір үсті болғанымды көтеріп, басқа жаққа ақпарат беріп, мына журналистің аузын жабу керек деп, енді жан-жақтан басшылар қазір бір дөңгелек үстелге отырып, менің көзімді қалай құрту, осындай дүниені қазбалай беретін, осының аузын қалай жабу мәселесімен қатты жұмыс жасап жатыр. Негізі біліп қойыңыздар, ертең маған қандай бір қауіп қатер төнсе, менімен бір қандай жағдай болып жатса, осындай дүниелер үшін екен біліңіздер. Жалпы журналистердің жұмысы үнемі қауіпті, мен онымен келісем. Бірақ мысалы біз шынайы ақпаратты айтып тұрсақ, неге прокуратура, неге басқа құзырлы органдар мысалы, бұл мемлекеттің қаржысы ғой деп, негізі сол кісілер бізден бұрын біздің алдыңғы қатарға тұрып, бізбен бірге соны жүгіріп іздеуге тиісті еді. Бірақ олай болмады, өкінішке орай. Қанша құзырлы органдардың табалдырығына барып осы мәселені айтсақ та, былай жеткізсек те, көрсетсек те, ешқайсының әрекетсіздік танытуының өзі менің пайымдауымша, енді сол ақша жымқыруды барлығы біліп отырса да, әрекет етпеуінің де артында бір сыр жатқандай, Одан кейін келеді жаңағы не дейді? Жалпы
журналисттен құтылу, журналисттің аузын жабу, осының менің әрбір қадамымнан қателік іздеп бұлар қазір қалай бұны енді аузын жапсақ екен деп жатыр. Былай айтқан кезде, құрметті біздің жетісулықтар, біздің жетісу жерінде шындықты айтқан жалпы қылмыс, соны біліңіздер. Содан кейін жаңа қылмыскерлер емес, сен кінәлі болып шығатындай уақытта өмір сүріп жатырмыз, соны біліңіздер. Одан кейін шындықты айту өте құны жоғары. Негізі өтірік кісілердің заманы болғандықтан өтірік айтып жүре беру өте тиімді, қолайлы болып тұр. Президенттің айтқан заң мен тәртібі құзырлы органдар емес, тек қана қарапайым халық үшін сияқты болып көрінеді осындайда. Сондықтан ренжіместен бұдан кейін сақ жүреміз. Бұны айтпасқа болмайды, себебі енді шынайы біздің жанымыз ашыды ма, басымызды енді осыған тіктік па, өмірімізді сарп еттік па, енді аяғына шейін сіздерге айтып беру парыз негізі. Ертең қандай жағдай болады, бізге қандай бәле іздеп тауып, қай жағымыздан келеді белгісіз, бірақ шындықты айтқан үшін ертең не болатынын біліңіздер. Бұдан кейін мұқият қарап отырасыздар. Ертең менің өмірімде қандай бір жағдай болып жатса, осындай жағдайлармен тікелей байланысты екен біліп отырасыздар. Содан кейін өстіп келіп шындықты қалай өлтіретінін, шындықты жабу үшін неге баратынын, оның артында кімдер тұрғанын барлығын осылай біле салу оңай. Президенттің мен сіздерге үнемі айтамын ғой, негізі саясаты жақсы. Үкімет бермейді емес, олай ойламаңыздаршы, үкімет береді, бірақ ол қарапайым халық үшін жаңағы тиісті деңгейге дейін жетпейді, себебі жергілікті жердегі азаматтар оны сіздерге жеткізбейді. Солай болып тұр. Одан кейін келеді да өздерінің шындықтарын жеткізу үшін біз сияқтыларға бәле тауып, келтіріп, жалған қылмыстық іс ашып, әйтеуір біздің аузымызға қақпақ болып, біздің тарапымыздан жаңағы қателік бар екен. Мен дағы бір күн өтермін, керуен ұзаған бабаларыма жетермін. Дүние сенің етермін, көз жұмар мәңгі жетермін. Сайында аламда, кімдерге тастап кетермін. Жүрегім жаудың қақ тілген, алшайтып тұрып ат мінген. Қазақ деп мұңға баттым мен, қазақ деп жылап жаттым мен. Көзімде мұңның табы бар, ернімде шөлдің зары бар. Жетім ботадай боздадым, сөзі қар біреу табылар. Алдыма тұстау жабылар, жабылардан да жалығар. Қазақтың зарын айттау деп, мені де жоқтар сағынар. Қазақтың зарын айттау деп, мені де жоқтар сағынар. Көзіңіз жетіп тұрған нәрседе көресіз, ешқандай жауапкершілік болмайды ау. Болса да ертең менің өзімнің жаңағы тағдырымды шешіп, осы нәрсені жабу үшін әрекет қылады ау. Негізі солай. Өкінішке орай президентке де үнемі жеткізетін дүниеміз осы негізі. Ай сені не дермін, мен дағы бір күн өтермін. Керуен ұзаған бабаларыма жетермін. Дүние сені не дермін, көз жұмар мәңгі жетер күн. Сайында аламдай, кімдерге тастап кетермін. Жүрегім жаудың қақ тілген, алшайтып тұрып ат мінген. Қазақ деп мұңға баттым мен, қазақ деп жылап жаттым мен. Көзімде мұңның табы бар, ернімде шөлдің зары бар. Жетім ботадай боздадым, сөзі қар біреу табылар. Алдыма тұстау жабылар, жабылардан да жалығар. Қазақтың зарын айттау деп, мені де жоқтар сағынар. Қазақтың зарын айттау деп, мені де жоқтар сағынар.